ханымдар мен мырзалар, тостмастер ханым және қонақтар, менің атым Алтынбек. Мен бүгін шешендік өнердің бізге беретін пайдалары және артықшылықтары туралы сөз қозғаймын. Ежелгі Рим империясының көрнекті қайраткері, жазушы және оратор Цицерон туралы естігендеріңіз бар ма? Осы Цицероннан қалған мынандай сөз бар: адам шешен болып туылмайды, бірақ шешен болып қалыптасады деген. Соның орысшасын оққам, орысшасында оратором не рождается, ораторами становится делінген. Яғни оратор деген, шешендік өнер деген барлығымызда қалыптастыруға болатын қабілет екен. Сосын ораторлық өнер немесе шешендік өнер дегеніміз адамның өмірінде өте көп пайдасын тигізеді. Соның ең қарапайым мысалы той жиындарда тос сөйлеген кезде көп адамдар шатасып, ұялып сөйлей алмай жатады. Немесе кейбір адамдар тіпті үлкен жас келген кісілердің өзі жақсылап сөйлей алмай жатады. Содан бастап жұмыста карьералық өсуге дейін осы шешендік өнердің өте көп көмегі тиеді екен. Менің өз басым жалпы қанша жерде жұмыста істегенде сонда бір байқағаным, елдің алдында шығып қорықпай сөйлейтін мықты оратор кісілер басшылық қызметтерде отырады, немесе жұмысы аз, айлығы көп қызметтерді солар алып отырады. Тіпті олар өз саласының мықты маманы болмаса да, сол бір ғана елдің алдында қорықпай сөйлей алатын бір ғана шеберлігі үшін олар осындай қызметтерде, жоғары қызметтерде өсіп, карьерада жол болғандар. Бірақ та осы шешендік өнер былай сыртынан қарағанда барлығы оңай сияқты, сырттан қарағанда мысалы ол сөйлегенде тұрған не бар дейді. Бірақ та ол өте қиын. Бір статистика бойынша елдің алдында шығып сөйлеу әлемде қорқыныштардың ішінде екінші орында тұрады екен. Ең бірінші қорқыныш ол өлімнен қорқыныш, осы екінші осы елдің алдында шығып сөйлеген адамдар қорқады екен. Сол үшін мүмкін кейбір адамдар осы шеберлікті меңгерген соң ол адамдар мүмкін осындай қызметте үлкен жетістікке жеткен. Мысалы шетелдік көп президенттерді қарасаңыздар, мысалы демократиялық елдің президенттерін қарасаңыздар, көбісі шетінен ораторлар. Мысалы Барак Обама болсын, жаңағы Трамп болса да, енді ол демократиялық елдерде, әрине халық сайлайтын мемлекеттерде. Және де осы шешендік өнер тек қана жұмыста емес, жұмысқа кіру үшін де өте көп пайдасын тигізеді екен. Мысалға бір жұмысқа кіру үшін job интервью дейміз, ағылшынша собеседование орысша, сонда бірнеше адам отырып кандидаттарды тексереді. Кейбір жағдайда бірінші, екінші кезеңде ол бір-ақ адам қабылдайды, ал үшінші, төртінші кезеңдерде бір кейде комиссия отырып сол кандидаттардан интервью алатын кездер болады. Сонда кандидаттардың көбісі осындай интервьюларда шатасып, көп адамның алдында сөйлеген сөздерден шатасып, ұмытып, ең соңында интервьюдан өтпей қалады. Енді ондай жағдай менің басымнан да өте көп өткен. Бірінші, екінші кезеңде мен ешқандай қиналмай өтем, себебі бірге бір болады. Ал үшінші кезеңде сол басшылар болады, сол компанияның және де департаменттің басшысы, кадр бөлімінің басшысы. Сонда 3-4 адам отырғанда, сол 3-4 адамды менің миым публика, яғни көпшілік деп қабылдап, мен айтатын сөздерімнен шатасып, интервьюдан өтпей қалатын. Жалпы ол жалғыз менің басымда емес, көп адамның басында бар жағдай екен. Жақында мен сондай біреуден, басқа адамдардан жұмысқа қабылдадым, яғни интервью алдым. Сонда 80 шақты кандидаттың ішінен 3 ең мықты, өзіне сенімді, сондай тәжірибелері көп адамдарды соңғы кезеңге таңдап алдым. Сонда ең соңғы кезеңде біздің европалық бастықтармен интервью өтетін болды. Сонда 3 кандидаттың 3-і де 180 градусқа өзгерді десек болады. Олар басында менімен сөйлескенде бәрі емін-еркін сөйлеген кандидаттар тура сол 4 адамның алдында келгенде айтатын сөздерінен ұмытып, терлеп, шатасып, ең соңында мен тіпті бастығым таңғалды, сен қалай онда таңдадың мынандай адамдар деп. Мен айттым, ол менімен жеке сөйлегенде бәрі жақсы болған дедім. Сонда қарасам, бұл көп адамдардың басында бар проблема екен. Сонда көп адамдар кандидаттардың барлық деңгейі бірдей, бәрінің сұрайтын жалақысы бірдей, тәжірибелері бірдей. Тек қана осы соңғы этапта кім өзін жақсы көрсетсе, кім өзіне сенімді болса, және де салмақты, ешқандай қиналмай, қорықпай жауап берсе, сол кандидаттар жұмысқа алынады екен. Және де осы жұмыс туралы бір қызық, сол жерде бір нәрсенің куәсі болдым. Ол кез келген вакансияға орташа есеппен 100 шақты бір резюме жіберіледі. Сол 100 резюменің бірақ өкінішке орай ешкім оқып отырмайды оны. Егер сіздердің араларыңызда да сондай резюмені ұзақ бір роман қылып жазатын адамдар болса, бүкіл өмір баяндарыңызды жазатын адамдар болса, сіздерді
құттықтаймын, ол резюмені ешкім оқымайды. Көп адамдар резюменің басын аяғын оқиды, соның ортасында қандай компанияда істеген соны ғана оқиды. Болды, ары қарай 100 резюменің ішінен әрбір резюмеге 10-20 секунд қана уақыт кетеді. Бірақ мен сондай курстарға, осындай ораторлық курстардың бір екеуіне қатысып, сондай жоп интервьюдан өту үшін алдын ала дайындалдым. Және де соның үлкен пайдасы тиді. Осы соңғы жұмыста мен 6 ай бұрын ауыстырдым. Сол кезде мен бірінші рет өзім елдің алдында қорықпай сөйледім. Себебі ол жерде комиссия болды, 5 адаммен болды. Солардың алдында осылай презентация жасауым керек болды. Сол 5 адамның алдында бірінші рет емін-еркін өзімді сезініп презентация жасадым. Және де ең соңы оның арты бір дебатқа айналып кетті. Олар маған бір сұрақ қойды, мен онымен келіспеймін. Ең соңында сөйтіп дауласып, сонымен қайттым үйге. Үйге барған соң ішімнен өкіндім. Мен енді ол жаққа жұмысқа баруға болдым ғой, бекер олармен сөз таластырдым деп. Бірақ сөйтсем көп жұмыс берушілерге үндемейтін тұратын кандидаттан қарағанда өзінің ойы бар, өз сөзінде өзінің ойын еркін жеткізетін адамдар қызық екен. Сонда бұның менің айтқым келетіні, егер сіздер өмірлеріңізде шешендік өнерді, осы өнерді қалыптастырсаңыздар, дамытсаңыздар, бұл өмірлеріңізде карьераларыңызда үлкен көмегі тиеді. Қазақта мынандай сөз бар: көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен боласың. Назарларыңызға рахмет.